кім бар? Тағы айтыңдар, тағы блоктап тастайын, сосын отырыңдар. Атаңа нәлеттер. Тағы кім бар? Айтыңдаршы, дәл осы жерді айтып көріңдерші. Россия великая народ деп айтып көріңдерші. Айтыңдаршы, атаңа нәлеттер. Біріңді бір, екіңді екі блоктайын жаңағы. Мен әзір тек ютубте блоктап тұрмын. Ертең демократиялы Қазақстанды біз құрамыз. Ертең демократиялы Қазақстанда біз әділ сот ашамыз. Әділ сотта мына әзіргі Назарбаев кезіндегі бүкіл министр, Тоқаев кезіндегі бүкіл депутат бірі қалмайды. Облыстың әкімі, ауданның әкімі, ауылдың әкімі, бүкіл полиция, кейінгі сот бірін қалмай фильтрден өткіземіз. Бірі қалмайды, бірі. Біздің қолымызға билік тиген кезде Назарбаев және Тоқаев кезінде ұлтқа қарсы жұмыс істеген, жаңа қазақты, жаңа нақақ соттаған бір қазақ қалмай, бәрін фильтрден өткіземіз. Бүкіл Еуропа, Америкадан жаңағы адал, таза кәсіби мамандарды әкеп, әділ тергеу өткізіп, бүкіл тергеу барысын бүкілмен видеоға түсіріп, жаңағы содан кейін жаңағы соны кетті, қарамаймыз. 10 мың қазақ па, мүмкін 100 мың қазақ па, саны қызық емес бізге, саны қызық емес. Қазаққа қарсы жұмыс істедің бе? Мә, түрме. Назарбаев 91 жылы министр қылған бір министр, біз билікті алып, біз демократиялық Қазақстан 80-ге келді ме, елдер айтсын, 80 кептен чал бопты, баяғыда қазақ қарсы сөйлеп қойыпты, істеп қойыпты. Жоқ, 80-ге келсе деп бұтына памперсын кигізіп тұрып түрмеге тығамыз. Мынау Тоқаевтың кезінде қазақтың жаңағы қазаққа қарсы оқ атқанның ішінде бір 18-19 жастағы жігіт болды. Ойбай жас екен, енді мынаны аман ақтап қалайық, бұның 10 баласы бар екен. Жоқ, 10 баласын өкімет бағады, бірақ бұл қылмыс үшін түрмеге барады. Біз солай істейміз, міне, біз істейміз. Уәде берем мен. Уәде берем, және осы жолда тырысам, осы жолда жанымды да, өмірімді де, осы жолда бүкіл күшімді де, Құдай берген ақылымды, парасатымды, Құдай берген энергиямды осы жолда салам. Қазаққа қарсы жұмыс істеген, қазақтың ұлт сатқындары, қазаққа қарсы жұмыс істеген орыс Қытайдың иттерінің біреуін қалтырмай қазақ жерінен тазалаймыз. Біреуі қалмайды. Міне. Осы біздің мақсат осы. Сосын ертең қазақтар, жапондар тіпті, оңтүстік Корейдің корейцер, қазағым деп, олар міне өзін жапоны деп, ұлты деп өледі, фильмдерін қара, кинолар, реал өмірде де қара, ұлты деп өледі. Тура сол сияқты қазақтарды патриот, қазақ үшін, қазақ мемлекет үшін жаным беретіндей сондай мықты қазақты тәрбиелеп, дайындап болашаққа қалтырамыз. Бұл міне біздің Құдай алдындағы біздің күні-түні сұрап жүрген тілегіміз де осы, біздің жаңағы күресіп жүрген мақсатымыз да осы. Қазақтарды тура бір дүниедегі ең алдыңғы қатардағы мықты халық қылып жасап шығу үшін, сол үшін жанымызды жеп жүрміз.